Бүгін біз қоршаған ортамен танысу сабағын өтеміз. Сабақтың тақырыбы қазақ халқының қолөнері. Балақай, суретке назар аудар. Сен ою-өрнек түрлерін білесің бе? Осы өрнектерді қандай заттармен безендірер едің? Қошқар мүйіз, тарақ, гүл, бота көз, қаз мойын, құс қанаты, түйе табан, көбелек. Балақай, осы ою-өрнек атаулары малдың, құстардың, аңдардың дене мүшелеріне байланысты атаған екен. Қазақ халқы ою-өрнектерді тек қою, ашық, анық түстермен пайдаланған. Қазақтың ою-өрнегі тұрмыстық бұйымдар мен киімдерді нақыштап безендіруге қолданады. Балақай, суретке мұқият қара. Келесі киіз үй жабдықтарын ата, артығын сыз, себебін түсіндір дейді. Балақай, сен киіз үй туралы білесің бе? Бейнероликке назар аудар. Қазақтың киіз үйі. Киіз үй үш бөліктен құралады. Бірінші, үйдің сүйектері, яғни ағаштан жасалған бөліктері. Екінші, киіздері, бұл үйдің киізден жасалған бөлшектері. Үшінші, арқан баулары, оған баулары, басқұрлары және арқандары жатады. Киіз үйдің сүйектері. Кереге, киіз үйдің іргесін, шеңберін құрайтын негізгі бөлік. Үйдің берік, кең болуы керегеге байланысты. Керегені құрайтын ағаштарды желі деп атайды. Оның ұзыны ері, ал қысқасын сағанақ, балашық деп атайды. Желілерді тесіп, оны түйенің мойын терісімен, өгіздің бас терісінің сірісімен көктейді. Керегенің басы мен аяғы сәл шалқайтыла, ал ортасы дөңестеу болып жасалады. Дайын керегені қанат деп атайды. Керегелер бір-біріне таңғыш құр арқылы жалғасады. Керегелер сонымен қатар бас арқан арқылы өзінің беріктігін сақтап тұрады. Ол керегенің бас жағынан тартылады. Сәндік үшін және керегенің басы туырлықты қажамас үшін бас арқанның тұсынан басқыр жүргізіледі. Есік. Киіз үйдің екі есігі болады. Ішкі есік сықырлауық ағаштан жасалады. Киіз есік. Ол киізден жасалады және сыртқы есіктің сыртынан жабылады. Киіз есік ашық кезде шиыршықталып, маңдайшаға жинақталып қойылады. Ағаш есіктің бөлшектері: маңдайша, екі босаға, табалдырық, екі жарма есік. Сықырлауықты жапқанда маңдайшада бекітілген айналмалы ағаш тиекті бақалақ деп атайды. Уық. Кереге мен шаңырақты қосатын бөлік. Уық алақаны, иіні, қары және қаламы деген атаулардан тұрады. Үйдің көлеміне сай 60-160-тай уық болады. Шаңырақ. Киіз үйдің жоғарғы бас бөлігі. Ол тоғын, күлдіреуіш, кепілдік деген бөліктерден тұрады. Жақсы балақай, киіз үй туралы біледі деп ойлаймын. Енді серікту сәтін жасап жіберейік. Қолға қалам алайық, дәптерімізді ашайық, әдеметіп жазайық, салақтықтан қашайық. Балақай, мына киіз үйдің бөліктерін атап, суретті аяқта. Және келесі тапсырма: суретте берілген сөздерді аяқтап жаз, дәптерге орында. Жақсы балақай, тапсырманы мұқият орындайды деп ойлаймын. Сау бол, сабақ аяқталды.